Ал қазақстандық режиссерлер өздерінің фильмнің бюджетін 200 мың доллардан асырмауға тырысады. Өйткені одан асса шығын ақталмайды. Ал мұндай қаржыға әлемдік нарыққа шығаратын кино түсіру қиын. Бұл туралы ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы басқарма төрағасының міндетін атқарушы Гүлнар Сәрсенова мәлімдеді. Сондай-ақ оның айтуынша, елімізде кино өнерінің төңірегінде жүрген ат төбеліндей ғана адамның тиісті академиялық білімі бар. Ұлттық кинематографияны қолдау үшін құрылған орталық болашақта кәсіби продюсерлер мен сценарий авторлары және режиссерлердің жобаларына басымдық беретін болады. Былтыр еліміздің кинотеатрларында көрсетілген 374 фильмнің тек 44 ғана қазақстандық режиссерлердікі. Қазақ киносының көсегесін көгертудің бір жолы кинотеатрлар билетті тек электронды түрде сату керек дейді мамандар. Сатқан билеті компьютерға түседі, оны жаңғыз біз емес, оны дүние жүзінде бәрі көріп отырады. Даже сол американецтер көріп отырады. Бізге жақсысы және өзімізге тексеріп отыруға. Екіншіден, мысалы басқа шетелдің компаниялары қарап отырып, мына қазақтың фильмі өз елінде мындай ақша жинаған болса, көп жинаған болып көрсетсе, әрине ертең олардың дистрибьюторы біздің фильмді сатып алады, өзіне көрсету үшін.